Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен штрудель тағамын дайындайтын боламыз. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ыдысқа жұмыртқа, жылы су, сұйық май және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұнымызды електен өткізіп салып, жақсылап тығыз қамыр илеп аламыз. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, шамамен жарты сағаттай уақытқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындап аламыз. Пиязымызды жақсылап ұсақтап турап, тартылған етімізге жібереміз. Кейін картобымызды үккіштің үлкен бөлігінен жақсылап өткізіп алып, оны да етімізге жібереміз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және паприкамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Паприка ол міндетті емес, өз қалауларыңызша салмай қойсаңыздар да болады. Енді тыңып тұрған қамырымызды алып, оны екі бөлікке бөліп аламыз. Ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың жұқалығы ораманың немесе мантының жұқалығындай болуы тиіс. Қамырды сопақтау етіп жаямыз. Меніңше осылай сопақтау етіп жайған кезде қамырымызды орап, кескенге әдемірек болады деп ойлаймын. Енді салмамыздың жартысын алып, осы қамырымыздың бетіне, барлық жерлеріне жақсылап жайып шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей етіп, қамырымыздың шетінен бастап, ақырындап осылай рулет тәріздес етіп ораймыз. Қамырымыздың бітетін жағын төменге қарай қаратамыз, немесе өз қалауларыңыз бойынша ашылып кетеді деп ойласаңыздар, қолмен ақырындап басып жабыстырып алсаңыздар болады. Енді осы рулеттерімізді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Рулеттеріміздің арасы шамамен 2,5-3 сантиметрдей болуы тиіс. Міне бізде осындай әдемі рулеттер шығады. Қамырымыздың екінші бөлігін де дәл осылай жасап аламыз. Енді зажаркамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды жақсылап ұсақтап турап, кейін сәбізімізді үккіштің осындай үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз сәл қызара бастаған кезде сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Сәбізімізді шамамен 3-4 минуттай қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де томат пастасын салып араластырып аламыз. Кейін жұқалап туралған картобымызды салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей табамыздың астыңғы жағына картобымызды қойып шығамыз. Картоп қосу міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоспай қойсаңыздар да болады. Осы картобымыздың үстіне видеода көрсетілгендей етіп зажаркамызды қойып шығамыз. Кейін біздің рулеттерімізді жақсылап қойып шығатын боламыз. Осы этапта табаның түбі күйіп кетпес үшін отты уақытша өшіріп қоюға кеңес беремін.
Енді отымызды қосып, суын құятын боламыз. Суымызды рулеттеріміздің бойымен бірдей етіп құюға кеңес беремін. Кейін дәміне қарай тұзын салып, қақпағын жауып, 40-45 минуттай пісіреміз. Дайын болуға 5 минут қалған кезде бетіне аскөгімізді сеуіп, қақпағын жауып, 5 минуттай тағы да пісіріп аламыз. Кейін тағамымызды дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Міне достар, біздің штрудель немесе штрули деп аталатын тағамымыз дайын болды. Өте ерекше тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Дәмі мантыға ұқсайтын ерекше тағамдардың бірі. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналымды қолдап тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.